Мемлекеттік тілді үйренуші тұлғаларға бүгінгі таңда көптеген жағдайлар жасалуда. Соның бірі Қаздеш жүйесі әзірлеген оқу әдістемелік кешен. Ал енді біз мемлекеттік тілді үйретуде үнемі алдыға қарай жылжып дамып отыру керекпіз. Жыл сайын оқулықтарымыз бірнеше шығып отыру керек, тест тапсырмалар қалыптастырылу керек және басқа да тәжірибелермен бөлісіп отыру керекпіз. Ал бүгінгі семинардың негізгі мақсаты облыстық орталықтардан келген оқытушылардың барлығының әдістемелі ортаға салынды және Айман Алдашева, Зейнехан Күзепова апайларымыздың, Айдар Балабеков сынды жас магистрлердің әдістемелерімен тәжірибе алмастық. Сондықтан да өте бір құнды семинар болды. Ал Қаздес ұжымына Айдос Тұрсынбайұлы бастаған топтың қызметкерлеріне тек қана шығармашылық табыс тілейміз. Тіл майданында қажымай, талмай жұмыс жасай беруіне тілектеспін.